Ширату жаттығулары. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен сабақта қолдануға болатын негізгі ширату жаттығуларын ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ширату жаттығуларының негізгі мақсаты сабақтың алдында балаларды оңай топқа бөлуді қамтамасыз ету. Бірінші ширату жаттығуы ара жаттығуы. Ара жаттығуы. Оқушылар шеңбер құрып тұрады. Қолды бір рет шапалақтаған кезде көздерін жұмып, аралар сияқты ызылдап жүреді. Екі рет қол шапалақтаған кезде шеңбер жасауға тырысады. Көзді ашуға болады дегенде ғана ашады. Екінші ширату жаттығуы көбелек жаттығуы. Көбелек жаттығуы. Таңертең көбелек оянды, тартылды, қанаттарын бұлғады, терең тыныс алды, аз ғана айналып, барлығына күліп, қайта гүліне оралды. Үшінші ширату жаттығуы жеңілден ауырға. Қағаздар үлестіріледі. Есімдерін қағаздың сыртына жазады. Қатысушылар шеңбер жасап тұрады. Есімін атап, өзінің сүйікті тағамын қосып айтады. Мысалы, Гүлмира Манты келесі кісі өз есімімен тағамның атын қосып, алдыңғы кісінің есімімен қосып айтады. Гүлмира Манты, Бағдагүл Асқабақ тағы сол сияқты ары қарай жалғастыра береді. Кемедегі адамдар топқа бөлуге арналған ширату жаттығуы. Оқушылар саппен тұрады. Ойын бастаушы команда береді. Капитан саппен жүру. Маяк екі адаммен қол ұстасу. Судағы адам екі адамның ортасына тағы бір адамды алып тұрады. Түскі ас 4 адаммен біргеді. Аяқ киім 5 адамнан тізбектеліп тұрады. Бесінші ширату жаттығуы өлең жаттығуы. Оқушылар шеңбер жасап тұрады. Бірнеше өлеңнің тақырыбын, шумағын бөлек-бөлек қима қағаздарына жазылған, үйлестіріледі. Бірінші өлеңнің тақырыбы аталады. Одан кейін шумақтары әр жолы ретімен оқылып, құралып шығуы керек. Мысалы, қыз бірінші топ болады. Ақ киімді денелі ақсақалды екінші топ болады. Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды үшінші топ болады. Үсті басы ақ қырау, түсі суық 4-ші топ болады. Басқан жері сықырлап келіп қалды 5-ші топ болады. Осылай 5 адамнан топ құралады. Сіздермен болған Әсем Нұр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз.